Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен мен Аққұрсқа Бекболатқызы. Қазір мен сіздерге БЖБ мен сараптамасын Excel форматта қалай оңтайлы шығаруға болатын жолын көрсететін боламын. Ол үшін мектеп бөліміндегі журналдарға барып, журналдың ішінен өзіміз сабақ беретін мен 9 сыныпты қазақ тілін сіздерге мысалға көрсететін боламын. Журналдың ішінде Excel белгісі бар форматты басып, журналды жүктеп аламыз. Журналдың ішін ашқаннан кейін жоғарғы жағынан мыш арқылы белгілей отырып, формативті бағаларды өшіретін боламыз. Удалить батырмасын басу арқылы. Бізге формативті бағалар керегі жоқ. Бізге керегі БЖБ мен ТЖБ-ның балы ғана. Ол үшін БЖБ-дан кейін ставить белгісін баса отырып, бос ұяшықтарды қоятын боламыз. Бізге 290-ның бағасы да керек жоқ, оны удалить батырмасы арқылы жоямыз. Ендігі БЖБ балының максималды балының қасына процент белгісін қоя отырып, әр оқушының максималды балын процентке айналдыру үшін тең болады батырмасын басамыз, және бірінші тұрған оқушының балының үстінен басып, бөлу батырмасын басып, максималды бал, яғни 8-ді жазамыз, және процент белгісін саламыз да Enter батырмасын басып, пайызын шығарып алдық. Бірінші оқушының пайызы шыққаннан кейін, плюс батырмасымен барып, төмен қарай қалған оқушыларға қарай тартатын боламыз. Сол кезде қалған оқушылардың пайызы шықты. Енді бұл жерде екінші оқушының пайызын дөңгелектеу үшін общийдан числовойға өтіп, пайызын дөңгелектейміз. Осылай әр оқушының бірінші БЖБ-ның проценті шықты. Екінші БЖБ-ны да дәл осындай формуланы бірінші оқушыға енгіземіз. Ол үшін тең болады батырмасын басып, оқушының балын басып, және бөлу белгісін салып, максималды бал 15-ті жазамыз. Қасына процент белгісін салып, Enter батырмасын басу арқылы пайызды шығарамыз. Бірінші оқушының пайызы шыққаннан кейін төмендегі белгіні мыштың көмегімен қалған оқушыларға тарта отырып, пайызын шығарамыз. Енді дөңгелектеуді қажет ететін пайызды общийдан числовойға өте отырып, әр процентті дөңгелектейтін боламыз. Мына жерде 86 бал 87-ге айналды. Енді екі БЖБ-ның да процентке айналдырдық максималды балды. Енді ТЖБ-ға келеміз. ТЖБ-да да дәл осылай бірінші оқушыға бірінші формуланы енгіземіз. Ол үшін тең болатыны басамыз. Бірінші тұрған оқушының балының үстінен баса отырып, бөлу батырмасын басамыз, және 30 максималды балды жаза отырып, қасына процентті қойып, Enter батырмасын басамыз. Сол кезде бірінші оқушының пайызы шығады. Пайызды төмен мыштың көмегімен тарта отырып, қалған оқушылардың пайызын анықтайтын боламыз. Мен жерде 73%-ді общийдан числовойға қоя отырып, процентті дөңгелектейміз. Әр оқушыны осылай дөңгелектей отырып, пайызын шығаратын боламыз. Мен жерде 86% 87-ге айналып дөңгелектенеді. Енді әр оқушының максималды балын процентке дәл осылай оңай айналдыруға болады. Дәл осылай белгілеп ала отырып, сіздерге
шыққан оқушыларыңыздың балын дәл осылай копировать батырмасын басу арқылы көшіріп алып, өздеріңіздің дайын тжб, бжб талдау нәтижесі бар Word папкаге салуларыңызға болады.